Bismillah, assalamu aleykum. Армысыздар ағайын, алдарыңызда шипагер Жұмадан Жарқынбекұлы. Алла тағала баршаңызға бүгінгі күннің берекетін берсін. Бүгін өздеріңізге таза табиғи шөп дәрілерден дайындалған бір рецепт таныстырғым келіп отыр. Бұл бізде ем қабылдап жатқан науқастың шөп дәрілерге екінші курс тапсырысы. Бауырда қатерлі асқазандағы қатерлі ісіктің бауырға жөткелу диагноз бойынша. Бұл рецепттің құрамында ақтаспа, қызыл шырмауық, бригина шөбі, дала жалбызы, аю балдырған, жаужұмыр, ақшұғыны, қарағай саңырау құлағы, пинелия шөбі, саралжын жусан шөбі, аққұлды жылантыл шөбі, күмбез шөп, күнтуды, айлауық шөбі сынды таза табиғи шөп дәрілер қамтылған. Бұл шөп дәрілердің қасиеті қанды жандандыру, ыстықты қайтару, уытты тазалау, ұйығанды тарату, иммунитеттік жүйенің қызметін күшейту. Сол арқылы рак клеткаларының өсуін тежеу, зат алмасуды күшейту. Денедегі оң энергияны толықтырып, теріс энергияларды қуу нәтижесінде сол аурудың бет алысын, аурудың жанадығы жаман характерге қарай дамуын тежеу арқылы, бет алысын оңға бұру арқылы нәтижесінде ісіктің өсуін немесе таралуын тізгіндеп, қанды тазартып, соңында ауруды бір қалыпты жақсы деңгейде ұстап тұруға себеп болады, Құдай қаласа. Ағайын, Алла тағала ем қабылдатқан барша науқасқа толық шипа берсін. Ауырмаңыз ағайын.